Сәлем достым, бүгінгі видеода сен қызықты логикалық сұрақтарға жауап бересің. Бүгінгі видеодағы сұрақтардың нешесіне жауап бергеніңді комментарийге жазып қалдыр, және де арнаға тіркеліп лайк басып кет. Ал біз видеомызды бастаймыз. Әлемге әйгілі рок жұлдызы Стивен өзіне бүкіл қаладағы ең мықты ізкесушіні шақыртады. Бұның себебі ол әр концертте өзінің сүйікті гитарасында ойнайтын, және де сол гитараны жоғалтып алды. Енді ол өз гитарасынсыз келесі концертке қатыса алмайды. Ізкесуші ең алдымен Стивеннің жеке күзетшісінен сұрау алады. Күзетші Боб болса, менің ең басты міндетім Стивеннің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бірақ мен оның гитарасының жоғалуының алдын алып қала алмадым дейді. Ізкесуші болса, сен өзің гитарада ойнайсың ба, әлде ұнатасың ба деп сұрақ қояды. Жоқ, мен ойнай алмаймын, гитараның дауысын да жақтыртпаймын деп жауап қайтарады. Мен білсем, сол гитараны Стивеннің есалаң фанаттары алып кетті. Солар гримеркаға кіруге тырысып жүретін дейді. Бірақ ізкесуші бірден күзетші Бобты кінәлі деп тапты. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Байқаған болсаңыздар, креслоның ар жағында гитараның шеті шығып тұр. Ал Боб болса гитарада ойнай алмайды, және де гитараның дауысын жақтыртпайды. Сол себепті Стивеннің гитарасын Бобтың алған болуы мүмкіндігі жоғары, себебі Стивеннің гитарасы қымбат. Енді атақты рок жұлдызының гитарасы ғой. Герман есімді детектив 4 ай бойы банктерді тонап жергілікті халыққа қауіп төндірген қылмыстық топтың артына түскен еді. Бірақ ол қанша тырысқанымен де қылмыскерлер жеткілікті түрде жақындай алмады. Бірақ кейіннен мұның себебі түсінікті болды. Оның бөлімшесінде көптеген жалған полицейлер жұмыс жасайтын көрінеді, және солар ізкесуге кедергі жасайтын болып шықты. Енді Герман бөлімшедегі қызметкерлердің бәрін тексермек болады. Бірақ Германға сенің көмегің қажет. Ендеше мына полицейлерді мұқият қарап, олардың қайсысы жалған қызметкер екенін тап. Мына полицейдің төс белгісі жоқ, демек ол қылмыскер. Мына полицей қарапайым полицейлер ұстамайтын қаруды алып алыпты. Ал мына жігіт шынымен де қылмыскерлерге ұқсайды. Татуировкасы мен шляпасына қарап көріңізші. Бүкіл қаланы электроэнергиясымен қамтамасыз ететін электр станциясында сәлден кейін жарылыс болады. Бас инженер станцияның системасының қатты қызып кеткенін, енді өшірмесе станция қаламен қосып көкке ұшатындығын айтады. Бірақ жарылыстың алдын алуға болады. Ол үшін мына кілттердің орнын тауып, соларға салу керек. Сонымен достым, мына кілттердің әрқайсысын қайда салу керек екенін табыңыз. Бұл жерде жауап сен ойлағаннан қарағанда оңай. Әр кілттің басында белгілі бір фигура бар. Кілттің басындағы фигуралардың бұрыштарының саны сол жердегі сандармен сәйкес. Ендеше мына кілт мұнда, мұнда кілт мұнда. Ал бұл кілтті осында саламыз. Егер жұмбақты дұрыс тапсаң, жарайсың, сен бүкіл қаланы құтқарып қалдың. Жақында ғана көптеген үйсіз қайыршылар үлкен сауда үйін тонап кетеді. Ал полициялар болса осы қылмысқа қатысқан қайыршылардың бәрін ұстауы керек. Ендеше достым, қанекей, мына қаптаған қайыршыларды қарап, олардың қайсы тонауға қатысқанын тап.
Сонымен, қанша қылмыскерді тапқаныңды комментарийге жазып кет. Мұқият көрермендердің қанша екенін білейік. Бұл сұрақта мен саған белгілі бір эмоцияларды көрсетемін. Сіз солардың қандай мультфильмді білдіретінін білуіңіз керек. Бұл 101 Далматин мультфильмінен екен. Ал бұл Винни-Пух болатын. Ал бұл болса Angry Birds. Ондай ойынды және де сол ойынның желісінде түсірілген мультфильмді білетін шығарсыздар. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.